саламатсыздар ма? Жапон ғалымы Тоша Чичибудың сөзімен айтсақ, lesson study жақсы мектеп мәдениетін қалыптастырады. Жақсы мектеп мәдениет дегеніміз ол мұғалімдер арасындағы тығыз қарым-қатынас. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында Назарбаев зияткерлік мектебінің озық іс тәжірибесін тарату мақсатында мектебімізде lesson study сабақты зерттеу жобасы жүргізіліп келеді. Іс-әрекеттегі зерттеудің мұғалімдер үшін маңызы. Мұғалім сыныпта оқушылардың әрекеттерін зерттеу арқылы өзінің қандай мұғалім екенін анықтауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде мұғалімдердің бірлесе жоспарлау, зерттеу дағдылары қалыптасады. Кәсіби тұрғыдан мұғалімдердің басының бірігуі, мектепішілік қоғамдастық аясында жоспарлау құзыреттіліктері артады. Зерттеудің басты мақсаты оқушылардың білім алуына көмектесу және мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпал ету. Сабақты зерттеуді мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығы аясында іске асыруға болады. Сабақты зерттеу жалпы мұғалімдерге мынадай 3 мүмкіндік береді. Біріншіден, мұғалімдер өз тәжірибесін саралай алады. Екіншіден, оқушыларға өзінің оқуы қалай ықпал етіп жатырғанын анықтауға болады. Және үшіншіден, мұғалімнің өзіндік болжаммен сабақтағы шындық жағдайдың қалай жүзеге асқандығын, айырмашылығын анықтауға мүмкіндік береді. Бірге жиналу бұл бастама, бірге болу бұл ілгерілеу, бірге жұмыс істеу бұл жетістік. 2019-2020 оқу жылында химия, биология, география әдістемелік бірлестігі бойынша пән мұғалімдерінен фокус-топ құрылды. Кейбір сынып оқушыларының өз ойларын ашық, анық айта алмауы, сыни ойлау дәрежелерінің төмен деңгейде екендігі, сауалнама, оқушы үні арқылы анықталып, жаратылыстану пәндерін оқытудағы белсенді әдістер білім алушылардың сыни ойлау дағдысын қаншалықты қалыптастырады деген зерттеу сұрағы алынды. Сабақты зерттеу тәсілінің біздің мектеп үшін өзектілігі оқушының үлгерімін жақсарту, мұғалімдердің жоспарлау, бақылау дағдысын жетілдіру, оқу мақсатын ашатын әдістерді таңдау дағдысын қалыптастыру. Біздің бұрынғы тәжірибемізде сабақ жоспарын бірігіп құру, сабақты бірігіп зерттеу, проблемаларды бірігіп шешу деген болмаған еді. Сабақты зерттеу мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтерудің, білім жетілдірудің, тәжірибе алмасудың оңтайлы әдіс екеніне көз жеткіздік. Оқушы сабақты жақсы меңгеру үшін бірнеше сабақ бойы түрлі әдістерді қолданып, бақылап, зерттеп, соңында тиімді әдісті анықтау арқылы жетістікке жетуге болатынын түсіндік. Нәтижесінде мектеп үшін ұжымдық мәдениетті қалыптастырды, серіктес мектептермен өзара байланыс нығая түсті. Мұғалімдер үшін кәсіби педагогикалық білімі жетілді, сабақты бақылау, кері байланыс беру дағдылары қалыптасты. Оқушылар үшін оқушының оқуы жақсарды, топта, жұпта талқылау жүргізуге дағдыланды. 2017-2018 оқу жылында сабақты зерттеу біздің мектептің бастауыш сыныптарында жүріп бастады. Жоғарғы буын сыныптарының жаратылыстану пәнімен қатар жүрген дүниетану пәні сабақты зерттеудің жаңаша үлгісі іспеттес болды. 4-ші сыныптар бойынша жүрген бұл сабақты зерттеуде оқушылардың ортақ мәселесі ретінде топпен бірлесіп жұмыс жасауды анықтадық. Зерттеу тақырыбы, мақсаты, міндеттері қойылып, сол бойынша 3 циклды түгелдей жүргізіп, нәтижесінде білім алушылар топтасып жұмыс жасауға дағдыланды, топпен, жұппен, жеке жұмысқа үйренді, бір-біріне қол ұшын, көмек қол ұшын беруге дағдыланды және ұжыммен шешім жасауға үйренді. Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін үнемі арттырып отырудың тиімді құралы ол сабақты зерттеу екені барша мұғалімдерге мәлім. Енді 2019 және 2020 оқу жылында нөмір 46 орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімдер мен орта буындағы жұмыс жасайтын математика пәні мұғалімдері бірге отырып фокус тобын құрды. Фокус тобының зерттеу проблемасы оқушылардан алынған сауалнамалар мен сұхбаттар арқылы анықталды. Математика сабағындағы ортақ проблема оқушылардың академиялық тілде дұрыс қолданбауы екені айқындалды. Сабақты зерттеу 3 цикл арқылы жүргізілді, және де 3 цикл бойынша да жоспарлы 3 қадам арқылы жүргізіліп отыр. Яғни ол мұғалім өзі жоспарлы құрады, одан кейін фокус тобы арқылы бірігіп отырып тағы да ол жоспарды негіздейді және ең соңында кері байланысқа сыртқы экспертпен кері байланыс алып отырды. Сабақты зерттеу нәтижесін қорытындылай келген кезде оқушылардың математика сабақтарында дескриптор арқылы бағалауы
есептерді ауызша талқылауы, шығару жолдарын түсіндіре алуы, олар фокус тобының бақылау парақтарынан және оқушының үнімен сұхбаттан айқындалды. Бізде сабақты зерттеудің күшті жақтары қандай болды? Күшті жақтарын зерттеу сұрағын нақты анықтай алуымыз, мұғалімдердің зерттеу жағдайларының қалыптасуы және де мұғалімдердің зерттеу сабағын жоспарлауы болды. Бізге де сабақты зерттеу қандай мүмкіндік берді? Математика сабақтарының негізгі проблеманы айқындауға мүмкіндік берді. Және де жекелеген мұғалімдердің бағыттарын дұрыс бұрыстығын нәтижесін анықтауға мүмкіндік берді. Номері 46 орта мектебі сабақты зерттеу тәсілі тұрақты түрде жүргізіліп келе жатыр. Осы зерттеу барысында 7-ші сыныбының білім сапасы төмен болғандықтан зерттеуге алынды. Зерттеу фокус топтың зерттеу сұрағы қалыптастырушы бағалау 7-ші сынып оқушыларының қызығушылығын қаншалықты арттырады. Осы тақырыпта зерттеу сабағын жүргізді. Зерттеу барысында оқушылар топпен, жұппен бірлесіп жұмыс атқарды. Осы зерттеу барысында оқушылар өзіне не алды? Топта жұмыс жасау арқылы ынтымақтастық орта қалыптасты. Оқушылар өздерінің жетістігіне қуанды. Жұмыстарының нәтижесі бойынша кері байланыс беруді үйренді. Қалыптастырушы бағалау түрлері арқылы өзін-өзі реттеу дұрыс жолға қоя білді. Фокус топ мұғалімдер ретінде өзіңізге не алды? Сыныптағы проблеманы анықтап, зерттеу тақырыбын нақты қоюды, сабақ жоспарын бірлесіп құруды, оқушы үнін тыңдауды, қалыптастырушы бағалаудың түрлерін қолдана отырып, дескриптор арқылы бағалауды жүзеге асырдық. Зерттеу үрдісі жариялау кезеңімен аяқталады. Әр фокус тобы өзінің фокус тобымен жұмыс атқара отырып, осындай кітапша шығарады. Бұл жинағында бүкіл топтың сабақтарын, оқушылардың өсу гемодинамикасын, мониторингісін, рефлексивті есептерін даярлап, құжаттауды дайындайды. Жалпы фокус топтың келесі тағы кезеңі ол постер сессия ұйымдастыру. Әр постер сессиясына өздерінің сәтті, сәтсіз тұстарын көрсете біле алады. Лесенсади оқушыға саналы білім беруді көздеген бір мақсатқа жұмылған ұстаздар шеберханасы деп айтсақ, артық айтпаған болар едік. Мектебімізде жүргізіліп жатқан сабақты зерттеу үрдісі қашықтан оқыту жағдайында онлайн форматта да жалғасын таба бермек. Құрметті әріптестер, сіздерді онлайн форматындағы сабақты зерттеу үрдісімен өзара тәжірибемізді бөлісуге шақырамыз.